Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын етістік жайлы еске түсіріп алайық. Ширату жаттығуын қимылмен бірге көрсете отырып жасайық. Бірінші суреттегі қимылды бірге жасайық. Сендер не істедіңдер? Секірдіңдер. Екінші суретте қимылды бірге жасайық. Балалар не істеді? Биледі. Үшінші суретте бала не істеп отыр? Кәне қимылмен көрсетейік. Жазып отыр. Қандай қимыл қозғалысты жасадыңдар? Секірдік, биледік, жаздық. Ендеше балалар, етістік дегеніміз не? Заттың іс-әрекетін, қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктер не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістіктер. Сенің білетінің дара және күрделі етістіктерді анықтайсың, мәтіннің мазмұнын болжай аласың. Осы мақсатқа жету үшін бүгін әртүрлі тапсырмаларды орындаймыз. Дара және күрделі етістік дегеніміз не? Кәне бейнебаянға назар аударайық. Дана, саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане, не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Есіңде болсын, шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики үріп жатыр. Күрделі етістік. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, керекті сөздер төменде берілген. Күйші күй тартып отыр. Балалар, бұл қандай етістік? Күрделі етістік. Екінші сөйлем: ақын өлең оқыды. Бұл қандай етістік? Дара етістік. Дәрігер науқастарды емдеді. Бұл қандай етістік? Дара етістік. Мұғалім балаларды оқытты. Бұл қандай етістік? Дұрыс айтасыңдар. Дара етістік. Жылқышы жылқы бағып жүр. Қандай етістік? Күрделі етістік. Өте жақсы балалар. Сонымен балалар, қорытындылайық. Дара етістіктерді атайықшы. Оқыды, емдеді, оқытты. Балалар, бұлар неге дара етістік? Себебі бір сөзден жасалып тұр. Енді күрделі етістіктерді атайық. Тартып отыр, бағып жүр. Неге күрделі етістік? Себебі екі немесе одан да көп сөзден құралады екен. Келесі тапсырма балалар.
Дара етістіктерді күрделі етістіктерге айналдырып жаз. Сіздерде міне дара етістіктер берілген. Енді осыны күрделі етістіктерге айналдырып жазамыз. Күреді, жинады, тоқыды, биледі, ойнады. Тап болсақ, балалар, кәне тексерейік. Күреді, күреп жүр. Тағы да қалай айтуға болады? Күрей алады. Жақсы. Келесі сөз. Жинады. Жинап жатыр. Немесе жинап жүр екен. Тоқыды. Тоқи бастады. Тағы да. Тоқып отыр. Немесе тоқи алады екен. Биледі. Билеп жүр екен. Немесе билей алады. Ойнады. Ойнап отыр. Немесе ойнап жүр екен. Тамаша балалар. Сендер де дәл осылай орындады деген ойдамын. Балалар, шаршаған шығармыз. Ми гимнастикасын жасап демалып алайық. Ол үшін түлкі мен қоян жаттығуын бірге орындайық. Кәне, екі қолымызды алмастырып отырып жасаймыз. Ең бірінші кезекте оң қолымызды түлкі кейпіне, екінші кезекте қоян кейпіне келтіріп, алмастыра отырып жасаймыз. Іске сәт. Келесі тапсырма балалар. Суретке қарап, мәтіннің мазмұнын болжап көрейік. Суретте кімдерді көріп отырмыз? Ортада күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы. Қасында кішкентай қыз шәкірті Дина Нұрпейісова. Ал адамдар көрермендер екен. Құрманғазы атамыз не істеп отыр? Күй тартып отыр. Ал кішкентай Дина қыз үйреніп отыр екен. Ал Құрманғазы атамыздың қандай күйлерін білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Балбырауын, Қайран шешем, Ақсақ киік, Алатау сияқты күйлері бар. Ол күйлері елге өте танымал. Дина Нұрпейісова атамыздың күйлерін үйреніп алып, күн сайын тартып жүреді екен. Құрманғазы шәкіртіне өз домбырасын сыйға тартқан. Енді мәтінмен танысып көрейік. Балалар, өте мұқият болайық. Оқып болған соң, мәтінге ат қойып, бөліктерге бөліп, жоспар құрамыз. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын, Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы, мынау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді деп, қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Авторы Әбу Сәрсенбаев. Балалар, енді осы мәтінді іштей оқып шығайық. Балалар, оқып болсақ, енді мәтінге ат қойайық. Қандай ат қоюға болады? Құрманғазы атамның сыйлығы. Дұрыс айтасыңдар. Тағы да мұра деген ат қоюға болады екен. Жақсы, енді осы жоспарды толықтырып көрейікші. Бірінші, Дина мен Құрманғазының танысуы. Келесі екінші бөлікке қандай ат қоямыз? Құрманғазының Динаға ұсынған сыйы. Үшінші бөлікке Динаның анты. Дұрыс айтасыңдар. Мәтінді үйде оқып, мазмұнын айтуға дайындаламыз. Балалар, енді сабағымызды жетістік баспалдағы арқылы қорытындылайық. Сіздер түстерді таңдайсыздар. Егер де сабақты түсінбедім дегендеріңіз сары түсті,
Аздап түсіндім дегендеріңіз қызғылт сары түсті. Ал түсіндім дегендеріңіз күлгін түсті. Қолдана аламын дегендеріңіз жасыл түсті таңдайсыздар. Бүгін мен сіздерді күлгін түсті және жасыл түсті таңдады деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.